Барлықтарыңа сәлем оқушылар, сіздермен бірге Қайыржан ағай, және де бүгін бізде 9-шы сыныптың экзамен бойынша физикасын талдап өтетін боламыз. Кеттік ендеше бірінші сұрақтан бастайық. Бірінші сұрақ бізде А бөлімі, яғни бірінші сұрақ: суретте көрсетілген аспаптың қателігін ескере отырып, вольтметрдің көрсеткішін анықтаңыз және жазыңыз деп көрсеткен екен. Енді біз біріншіден нені ескеруіміз қажет? Бұл жерде бізде бөлік құны деген нәрсені ескеруіміз қажет. Яғни қанда мына бір екі жақын орналасқан сандардың айырмасы, яғни қанда бөлік құны 100-ден 50-ді азайтып, оны бөлеміз. Мына 100 бен 50-дің арасында қанша бөлік бар? Соған 1 бөлік бар, 2 бөлік бар, 3, 4, 5, яғни 5-ке бөледі екенбіз. Сонда 50-ді 5-ке бөлетін болсақ, каждый бір бөлік 10 деген бөлікті алып аламыз. Сонда бізде мына бір стрелканың көрсетуі, яғни амперметрдің көрсетуі, ол сендерде негізінен 60 ампер. Бірақ та енді біз қателікті ескеретін болсақ, абсолют қателік ол сіздерде мына бір бөлік құнының жартысына тең шама. Сонда біз бөлік құны 10 екенін білсек, 10-ды 2-ге бөлетін болсақ, ол сендерде 5-ке тең. Ал енді біз мына бір амперметрдің көрсеткішін біз 60 ампер деп емес, плюс минус 5 ампер деп жазады екенбіз. Яғни қанда бұл сендерде мына бір А нұсқасында орналасқан. Кеттік келесі сұрақ. Суретте дене жылдамдығының уақыттық тәуелді графигі көрсетілген. Дене қай бөлігінде тең кемелі қозғалады дейді. Яғни қанда үдеуі бізде 0-ден кіші десек те болады. Былайша айтқанда минусовой үдеу, но бірақ та жылдамдығы оның кеміп жатыр. Енді оны қарайтын болсақ, мына жерде бірінші ОА графигінде бұл жерде сендерде үдемелі. Өйткені жылдамдық артып жатыр. Ал АБ бөлігінде ол сендерде бір қалыпты, яғни үдеу бізде 0-ге тең. Ал енді БС бөлігін қарайтын болсақ, осы кезде сендерде кемімелі қозғалыс болып тұр екен. Яғни қанда БС бөлігінде деп мына С жауабын белгілейді екенсіздер. Кеттік келесі сұрақ. 0,2 секундқа созылған соққыдан кейін массасы 0,15 кг дене, яғни доп, 10 метр секунд жылдамдыққа ие болды. Орташа соққы күшін табыңыз. Енді біз білеміз ғой, что күш импульсінің өзгерісі дене импульсінің өзгерісіне тең екенін білсек, яғни ол F дельта Т тең болады M дельта В. Енді осы жерден F-ті таба салатын болсақ, 0,15-ті көбейтіп 10-ға, оны бөлесіздер 0,02-ге. Осы жерде қанша шығады? Сонда 5-ті бөлетін болсақ 0,02-ге, ол сендерде 250 ньютон деген жауапты бере салады деген сөз. Ол сендерде мына Б нұсқасында орналасқан. Кеттік келесі сұрақ. Суретте жүктің тепе-теңдік жағдайына ығысуының графигі көрсетілген. Тербелістің циклі мен циклдық жиілігін анықтаңыз дейді. Енді циклдық жиілігі және де жиілігін анықтаңыз деген себепті біз мына жерде қарасақ, бірінші бір айналымға кеткен уақытты ескерсек. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз мына бір толқынның басталып, қайтадан бір сол нүктесіне қайтып оралу уақыты, ол мына бір 4 секунд екенін көрдік. Яғни айтқанда оның периоды 4 секунд деген сөз. Ал енді жиілігін анықтайтын болсақ, ол периодқа кер шама, яғни 1-ді бөлесіңдер 4-ке, ол сендерде 0,25 герц болып табылады. 0,25 герц. Ал енді циклдық жиілікті қалай анықтаймыз десеңдер, циклдық жиілік жай ғана 2π ню немесе 2π бөлінген период деп анықтасаңыздар да болады. Ол 2π-ді көбейтетін болсақ, енді 4-тен 1-ге, ол сендерде π бөлінген 2 радиан бөлінген секунд бола салады деген сөз. Ол жауапты іздейтін болсақ, 0,15-терді сызыптай саласыздар. Бізге керегі мына Б нұсқасы екен. Яғни қанда дұрыс жауап бізде Б нұсқасы. Кеттік келесі сұрақ. Әрқайсысы 100 кг бір текті шарлар арасындағы қашықтық қандай, егер ол бір-біріне мынандай ньютон күшпен тартылса дейді. Енді біз бүкіл әлемдік тартылыстарын білеміз, яғни қанда F тең болады G M1 M2 бөлінген R-дің квадраты. Осы жерден енді бізге сұрап тұрғаны мына ара қашықтық, яғни R-ді сұрап тұрғой. Сонда біз барлығын төбірдің астына алып тастайтын болсақ, G M1 M2 бөлінген F күшіміз бар екен. Сонда осыны есептейтін болсақ,
гравитациялық тұрақтымыз 667 көбейтілген 10-ның минус 11 дәрежесін көбейтеміз біз. Әр қайсысының массасы 100 килограммнан, сонда 100-ді мен 2 рет көбейтемін мына жаққа. Бөлемін мен күшіміз 0,1-ге. Енді есептейтін болсақ, бұны калькулятор ашып жіберейін. 667-ні көбейтіп 100-ге бөлемін 0,1-ге. Енді оны минус 10 дәрежеге кететін болсақ, түбірден шығара салайық. Сонда сендерде 816-да 7 көбейтілген 10-ның минус 5 дәрежесі метр шыға салады екен. Немесе бұл сендерде мына жақта мүмкін қате кеткен болуы да мүмкін. 816 немесе 820 көбейтілген 10-ның минус 5 дәрежесі метр болады. Осындай жауап болуы қажет. Келесі жылу өткізгіштік мысалын көрсетіңіз дейді. Енді қарасақ, бізде жылу өткізгіштік мысалы, яғни ол толықтай жылу өткізгіштікті сұрап тұр. Мына жерде қарайтын болсақ, қолыңызда еріген мұз дейді. Яғни бұл сендерде қолдан мұзға жылу өтеді. Жылу өткізіп тұру уже. Ашық оттан жылуды сезінеміз дейді. Яғни қында от жалындап жанып тұрса, оны сезінеміз. Ол сендерде сәулелену. Ал бөлмені жылыту сендерде конвекция. Ал енді бұл күн жерді және де ондағы барлық денелерді қыздырады деген, бұл сендерде тоже сәулелену. Хорошо. Бізде бұл сонда жылу өткізгіштікке, яғни қында жылу өткізіп тұрған, ол сендерде мына А жауап болып табылады екен. Яғни қында қолдан мұзға бізде жылу өткізіп тұрған дене. Келесі сұрақ. Егер 5 кг суды қыздыру үшін 420 кJ жылу жұмсайды, онда судың температурасы қандай мәнге жоғарылайды? Яғни қында бізде жай ғана Q тең болады SM дельта Т. Енді осы жерден жоғарылаған, яғни оған уже жылу беріліп тұрса, оның температурасы жоғарылайтынын білеміз. Сол себепті дельта Т-ны сразу анықтай салатын болсақ, Q бөлінген SM. Сонда бізде 420 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесін бөлеміз біз нешеге? Судың меншікті жылу өткізгіштігі, жылу сыйымдылығы 4200, көбейтеміз оны 5 килограммға. Сонда 420-ны жалпы. Немесе бүйтсек те болады. 4200 көбейтілген 10-ның 2 дәрежесін бөлеміз 4200 көбейтілген 5 десем. Яғни қанда 4200-дерді қысқартып жіберіп, мен 100-ді 5-ке бөлетін болсам, ол сендерде 20 Кельвин деген жауапты ала салады екенмін. Яғни қанда А нұсқасында орналасқан жауап. Келесі сұрақ. Газ 500 джоуль жылу алып, 300 джоуль жұмыс жасайды. Газдың ішкі энергиясы дейді. Енді ол дене жылу алған себепті, яғни жылу өзіне алып тұрған себепті, оның ішкі энергиясы артады. Ішкі энергиясы өседі. Ал енді мына тұрған төмендейді деген жауаптарды мен сразу сызып тастасам. Сол себепті термодинамиканың бірінші заңы бойынша Q тең болады А қосылған дельта U. Енді осы жерде мен жылуым 500 болса, жұмысым 300, қосамын оған дельта U-ды. Ал енді оның ішкі энергиясының өзгерісі бұл жерде сендерде 200 джоуль бола салады екен. Яғни қанда 200 джоульға өсті деп мына Б нұсқасын белгілейді екенбіз. Келесі. Жылу жазық конденсатордың астарларының ауданын 2 есе ұлғайтылды. Конденсатордың сыйымдылығы қанша есе өзгеретінін анықтаңыздар дейді. Енді бұл жерде қарайтын болсақ, бізде жазық конденсатордың өзінің формуласын жазатын болсақ, ол сендерде эпсилон нолевой S бөлінген D. Ал енді астарларының ауданын 2 есе ұлғайтса дейді. Яғни S2-міз бізде 2S1-ге теңесетін болса деп тұр ғой. Сонда біздің конденсаторымыз қанша есе өзгереді деген сөз екен. Сонда мен бұны жазатын болсам, S2 тең болады эпсилон нолевой S2 бөлінген D дейтін болсам, бізде эпсилон нолевой көбейтілген 2S1 бөлінген D десем. Енді бұл жерде көріп тұрғандарындай
S2 тең болады 2 эпсилон эпсилон нолевой S1 бөлінген D десем. Бұл жерде байқап тұрғандарындай, мына бір өрнегіміз біздің, S1-ді беріп тұр ғой. Сонда S2 тең болып тұр екен бізде 2S1-ге. Яғни қанда бұл жерде сендерде сыйымдылығымыз 2 есе өсті деген жауап бола салады деген сөз. Мынау бір А нұсқасын белгілеп, келесі сұраққа көшеміз. Келесі бізде электр шамын галваникалық элемент батареясына қосты. Вольтметр көрсеткіші 4,2 вольт, амперметр көрсеткіші 0,6 ампер болса, шамның кедергісін анықтаңыз. Енді біз Ом заңына сүйенетін болсақ, I тең болады U бөлінген R. Осы жерден біздің кедергіміз ол U бөлінген I бола салады. Сонда 4,2-ні мен бөлетін болсам 0,6-ға, ол сендерде қанша болады? Мен ойлап тұрмын, бұл жерде уже 7 Ом екенін сразу байқауға болады. Яғни қанда мына бір D нұсқасы бізде сәйкес келіп тұр деген сөз. Келесі, суретте жолақты магнит көрсетілген. Жолақ магниттің полюстерінің жанында орналасқан магниттік тілшелердің полюстерін көрсетіңіз дейді. Енді қарасақ, жігіттер, бізде магниттік тілшелер ол сендерде қандай бағытты көрсетеді? Бізде мысалға мынандай бір магнит өрісі болсын, ол бізде тілше бұлай орналасады. Және де всегда мына бір өрістің бағытымен бізде N бағыты сәйкес келіп тұрады. Сонда білеміз ғой, біз магниттің N жағынан өріс шығатын болса, сонда бұл бізде бұлай қарай сызып қоя салайық стрелкамен. Сонда қарап тұрсаңдар, біздің өрістің бағыты оңға қарай, ал мына бір тілшенің өзі бағыты тоже оңға қарай болу қажет. Сонда бір жағы N болса, бір жағы S деген сөз. Енді мына жағын қарайтын болсақ, магниттің сол жағында сендерде былай қарай өріс кіріп жатыр. Ал енді өрістің бағытымен N полюсі орналасады дейтін болсақ, мына жақта бір N полюсі орналасады, ал мына жақта біздің S полюсі орналасады деген сөз екен. Сонда SN деген жауаптар бізде дұрыс болып тұр ғой. Ол қай жауапта? Ол бізде мына Б нұсқасына сәйкес келіп тұр екен. Келесі сұрақ. Түсу бұрышы 35 градус және түскен және шағылған сәулелердің арасындағы бұрышты анықтаңыз. Енді мына бір суреттен түсінбеулерің де мүмкін. Мен былай қарай бір өзім сурет салып бере салсам. Мынау біздің обычный осы айналарда болатын нормаль вектор. Енді оған бізде түсу бұрышы дейді. Түсу бұрышы дегеніміз осы нормаль вектор мен түскен сәуле арасындағы бұрышты 35 градус деп алатын болсақ, айна қалай сәуле келді, дәл солай шағылыстырып жүреді. Сонда былай қарай кететін болса, мына бір градусымызда бізде 35 градус болады екен. Сонда суретте көріп тұрғандарындай альфа градусымыз бізде бета градусқа тең болуы қажет, чтобы бізде шағылу заңы орындалу үшін. Сонда енді бізден сұрап тұрғаны түскен сәуле мен шағылған сәуле арасындағы градус сұрап тұр. Яғни мынау бір жалпы фи деген градус сұрап тұр. Фи бізде ол альфа және де бета бұрыштардың қосындысына немесе 2 альфа градусқа тең десем. Ол сендерде жай ғана 2-ні 35-ке көбейте салатын болсаңдар 70 градус деген жауапты бере салады екен. Яғни қанда бұл сендерде мына С жауабына сәйкес келеді деген сөз. Келесі сұрақ. Нәрсе фокустық қашықтық 15 см болатын қос дөңес линзадан 30 см қашықтықта орналасқан. Алынған кескіннің сипаттамасы дейді. Енді біз бас оптикалық ой сызатын болсақ, мына жерде біздің қос дөңес жинағыш линзамыз орналассын. Және де мынау бір жерлер фокус аралығы болса. Ну, 2F болады енді. Енді бізде айтып тұр, что мынау бір фокустың аралығы ол сендерде 15 сантиметр деп. 15 сантиметр. Ал енді дене осы линзадан 30 сантиметр қашықтықта орналасқан. Яғни қана мына бір жерде орналасқан ғой дене. Сонда біздің жалпы мына аралығымыз ол сендерде D тең болып тұр 30 сантиметрге. Енді бізде шарт бар ғой. Бізде қандай шарт бар? Оптикада D тең болса 2F-қа деген шарт бар. Бұл жағдайда сендерде жігіттер қыздар шын және де өлшемі бойынша тең және де мына жаққа қосарым төңкерілген.
төңкерілген кескін алынады екен. Біле жүргендеріңіз жөн. Келесі сұрақ. 231-де 90 торий элементі альфа ыдырау нәтижесінде ядросы торий ядросына айналған элементті анықтаңыз дейді. Мына жерде былайша айтып тұр ғой. Қандай да бір элемент болсын, x деген, ол альфа ыдырауға ұшыраған 4-2 He. Сонда оның нәтижесінде бізде торий ядросы торий айналған ғой. 231-де 90 торий. Сонда бізде қарайтын болсақ, бұл жай ғана бір математикадағы бір теңдік секілді. Яғни қанда А азайтылған 4, яғни қанда мына үстіңгі сандарын бөлек қосамыз, азайтамыз. Яғни қанда А азайтылған 4 тең болады 231. Ал Z азайтылған 2 тең болады ол 90-ға. Сонда мен осы екі өрнекті шеше салатын болсам, бұл жерде А тең болып тұр бізде 235-ке, ал Z тең болып тұр 92-ге. Сонда мен осы жауапты белгілей салатын болсам, 235-те 92 деп тұрған тек қана мына А нұсқасында орналасқан уран ядросы, болып табылады екен. Енді келесі 15-ші сұрақ. Бізде егер алыстағы спутникке дейінгі қашықтық 2 есе артса, планетаның айналу периоды қанша есе өзгереді? Енді бұл сендерде Кеплердің 3-ші заңы не дейді бізде? Мысалы, Т1 бізде тең болсын А1-дің Т1-дің квадраты тең болсын А1-дің кубына. Ал енді біздің Т2-міз тең болсын, Т2-нің квадраты тең болсын А2-нің кубына. Сонда бізде Т2-нің бізде Т1-ге қатынасын ала салатын болсақ, бұл жерде түбір астында жалпы неше? А2-нің кубының А1-дің кубына қатынасы бола салады деген. Сонда біз енді мына жерден біз А2 бөлінген А1 түбір астында А2 бөлінген А1 деп жазсақ. Яғни қанда жай ғана біз квадраттарын өрнектеп түбірдің астынан шығара салдық десек. Сонда бізден айтып тұр, қашықтық 2 есе артса, яғни А2-міз бізде тең болса 2 А1-ге деп тұр ғой. Сонда бұны орындарына қоя салатын болсам, Т2 бөлінген Т1 тең болады 2 А1 бөлінген А1, және түбір астында 2 А1 бөлінген А1 десем. Сонда менде А1-лер қысқарып кетеді, екі түбір астында 2 қалады. Яғни айтқанда Т2 периоды менде 2 түбір асты 2 Т1 периодқа тең бола салады ғой. Сонда біздің бастапқы мәннен 2 түбір асты 2 есе артқан екенін көрсетуге болады. Келесі, Б бөлімі. Енді бұл жағдаяттар қарастыратын боламыз. Арнайы жолда 7 метр секунд жылдамдықпен келе жатқан велосипедші қозғалыс бағытын өзгертпей баяулай бастады. Толық тоқтағанға дейінгі бізде велосипед 4,9 метр қашықтықты жүріп өтті. Анықтаңыз дейді. Бірінші велосипедтің қозғалыс кезіндегі үдеуін дейді. Енді оны анықтайтын болсақ, бізде білесіңдер, үдеу сендерде жылдамдық өзгерісінің уақыт өзгерісіне қатынасы, немесе оны біз бұл арқылы емес, давайте жүрген жолы арқылы есептейтін болсақ, яғни қанда S тең болады қандай да бір v0 квадрат азайтылған v квадрат бөлінген 2a десем. Енді бұл жерде тоқтайды деп тұр ғой, толық тоқтағанға дейін жүріп тұр да. Сонда оның соңғы жылдамдығы бізде 0-ге тең болып тұр. Яғни қанда бізде v0 квадрат бөлінген 2a қала салады ғой. Сонда осы жерден енді үдеуді есептейтін болсам, бұл жерде v0 квадрат бөлінген 2s. Яғни қанда 7-нің квадраты 49. 49-ды бөлеміз 2 көбейтілген 4-9-ға. Сонда бізде қаншаға тең болады? 4-9, енді 49-ды 4-9-ға бөлетін болсақ, ол сендерде 10-ды береді жалпы. Есептеп жіберейік. 49-ды 4-9-ға бөлетін болсақ, 10-ды береді. 10-ды 2-ге бөлетін болсаңыздар, сіздерде 5 метр бөлінген секундтың квадраты деген үдеудің мәнін анықтайды екенсіңдер. Келесі сұрақ бізде толық тоқтағанға дейін қозғалыс уақыты. Енді біз білеміз, бір қалыпты кеммелі қозғалып тұрған себепті v тең болып тұр v0 минус бізде a көбейтілген t. Енді бұл жерде соңғы жылдамдық 0-ге тең деп айттық қой, мына жақта. Соңғы жылдамдық 0-ге тең, сол себепті v0-ді мен a-ға теңестіре салатын болсам. Енді ол жерден сұрап тұр бізде қозғалыс уақыты толықтай тоқтағанға дейінгі. Сонда t уақытты анықтайтын болсам, бізде v0 бөлінген a үдеу десек, 7-ні жай ғана 5-ке бөле саламыз. Бұл сендерде 7-ні 5-ке бөлетін болсақ,
7-ні бөлетін болсақ 5-ке, ол сендерде 1,4 секунд деген жауапты бере салады екен. Келесі сұрақ. Қозғалыс жылдамдығының теңдеуі. Біз жаңа жазғандай бір қалыпты кемелі қозғалыс дедік қой. Ол сендерде v тең болады v нолевой минус a-т. Енді бұл жерде үдеуіміз 5-ке тең, 5 метр бөлінген секундтың квадратына тең. Сол себепті біздің теңдеуін жаса салатын болсақ, бастапқы жылдамдығымыз 7 азайтылған 5-т деп. Сонда біздің жылдамдықтың негізгі теңдеуі ол сендерде v нолевой, v тең болады 7 минус 5-т деген мына бір жауапты қабылдайды екенсіңдер. Келесі сұрақ. Велосипедшіден тежелу басталғанға дейін 4 метр қашықтықта орналасқан бақылаушыға қатысты велосипедшінің координаталық теңдеуін жазыңыз дейді. Енді мен бақылаушы деген қандай да бір адам десем мына жерде. Велосипедші мына жерде тұрсын. Велосипедші. Енді екеуінің ара қашықтығы бізде айтып тұр, что 4 метр деп тұр. Енді айтады, бізде велосипедші бақылаушыдан алыстайды, яғни қандай оңға қарай қозғалады v жылдамдықпен. Сонда біз оның негізгі координаталық теңдеуін жазатын болсақ, x тең болады x нолевой қосылған v нолевой t плюс минус a-т квадрат бөлінген 2. Енді осы жерден теңдеуін жазатын болсақ, бастапқы координатасы 4 қосылған бастапқы жылдамдығы 7 көбейтілген т қосылған емес бұл жерде. Енді ол тоқтағанға дейін кемелі қозғалып жатыр ғой. Кемелі қозғалып жатқан себепті мына жерде минус бізде 5-т квадрат бөлінген 2 бола салады екен. Сонда нақты жауабын жазатын болсақ, бізде x тең болады 4 қосылған 7-т азайтылған 2,5 т квадрат. Осы бізде негізгі координата теңдеуі болып табылады. Келесі сұрақ. С варианты 1 секундтан кейінгі жылдамдығы. Біз жаңа анықтадық қой, что жылдамдық теңдеуі оның 7 минус 5-т екенін. Сонда оның 1 секундтан кейінгі, яғни т тең болады 1 секунд деп тұр ғой. Сонда орнына қоя салатын болсақ, v1 деп қоя салайын. 7 азайтылған 5-ті 1-ге көйтсек 5 болады. 7-тен 5 азайтатын болсақ 2 метр бөлінген секунд. Яғни қанда 1 секундтан кейінгі жылдамдығы оның 2 метр секунд деген жауапты алады екенбіз. Келесі, бізде 1 секундтан кейінгі координатасы. Жаңа біз координата теңдеуін жаздық қой. Ол қандай ол? 4 плюс 7-т азайтылған 2,5 т квадрат деді. Енді 1 секунд орнына қоя салатын болсақ, x1 сендерде 4 қосылған 7 азайтылған 2,5 десем. Бұл жерде сендерде 11 азайтылған 2,5, ол сендерде неше шығады? Ол 8,5 метр деген жауап шыға салады екен. Яғни қанда 1 секундтан кейінгі біздің координатамыз 8,5. Келесі сұрақ. Массасы 12 тонна металды тегістеу балғасы 5 метр секунд жылдамдықпен қозғалады. Құлайды деп тұр енді. Балға құлайды. Металл затқа құлау кездегі балға импульсы. Импульсті жазатын болсақ, жай ғана mv, яғни қанда 12 тоннаны 12 мыңды көбейтеміз біз 5-ке. Сонда біз қанша болып тұр бізде? Бұл сендерде 12-ні 5-ке көбейтсеңдер енді 60 артына 3 нөл жалғай салатын болсақ, ол сендерде килограмм метр бөлінген секунд деген жауапты алады екенсіңдер. Келесі сұрақ. Металл затқа құлау кездегі балға энергиясы. Енді балға энергиясы ол максимал кинетикалық энергиясы болып тұрады ғой. Сол себепті біз E кинетикалық тең болады mv квадрат бөлінген 2 дейтін болсақ, массасы 12 000. Көбейтеміз. Бізде 5-тің квадраты, яғни 25 десек, бөлеміз 2-ге. Бұл жерден қанша шығады бізде? Былай айтқанда нешені? 60 мыңды 2 бөлсек 30 мың, 30 мыңды 5-ке көбейтетін болсақ, 150 мың джоуль деген жауапты аламыз. Немесе енді қысқарту жазатын болсақ, 150 килоджоуль десеңіздер де болады екен. Мына бір екі жауаптың да екеуі де дұрыс. С варианты балға құлаған кездегі биіктікті есептеңіз. Еркін түсу үдеуі 10 метр секунд квадрат десе. Енді біз h биіктікті біз v нолевой квадрат бөлінген 2g формуласына сала салатын болсақ, яғни қында 25-ті бөлетін болсаңдар 20-ға, ол сендерде
Енді 5-ке қысқартып жіберетін болсақ, 5 бөлінген 4 бізде қандай болып тұр? 1/4-тен 1, иә? Яғни қанда 1/125 метр деген жауапты беріп тұр екен. Яғни қанда 1/125 метрден құлаған. Осы биіктіктегі дененің потенциалдық энергиясы дейді. Енді потенциалдық энергиясын анықтайтын болсақ, осы жерде mgh. Яғни қанда массасы 12.000. Көбейтеміз оны 10-ға. Көбейтеміз, құлаған биіктігі 1/25 болсын. Сонда біз давайте анықтайтын болсақ, 12.000-ды көбейтемін 10-ға, көбейтемін 1/125-ке. Ол сендерде тоже сол 150 килоджоуль деген вариантты бере салады екен. Яғни қанда мына бір кинетикалық энергияға теңесіп тұр ғой сонда. Келесі сұрақ, 18-ші сұрақ. 1 килограмм су буын алу үшін массасы 200 грамм алюминий ыдысқа 2 литр су құйылды. Жылытқыш ретінде қуаты 1800 ватт болатын плиткасы қолданылды. Енді мына жерде меншікті жылу сыйымдылықтары берілген, алюминийдікі, судікі және де меншікті булану жылуын берген екен. Енді біз қарайтын болсақ, бізде 2 литр су дейді. Көлемі 2 литр су болса, оның массасы бізде 2 килограмм деген сөз ғой. Сразу жаза салайын. Енді суды 100 градус Цельсий қайнау температурасына дейін қыздыру үшін қажетті жылу мөлшерін анықтаңыз дейді. Судың бастапқы температурасы ол 20 градус Цельсий. Сонда мен Q тең болады SM T2 азайтылған T0 дейтін болсам, яғни қанда 4200 ғой судың меншікті жылу сыйымдылығы. Оны көбейтеміз 2-ге, және де 100 азайтылған 80 десем. 20. Сонда мен 4200-ді 2-ге көбейтіп, мен көбейтетін болсам 80-ге. Ол сендерде 672.000 джоуль немесе 672 килоджоуль деген жауаптар дұрыс деген сөз екен. Келесі сұрақ, алюминий ыдысты қыздыру үшін қажетті жылу мөлшері. Енді алюминийде бастапқыда бірдей температурада тұрады ғой, сумен бірге. Енді ол суды 100 градусқа қайнататын болса, ол бізде алюминийді 100-ге дейін қыздыру қажет деген сөз. Сонда Q2, Q1 бола салсын. S алюминий көбейтілген M алюминий және де T2 азайтылған T0. Сонда бізде алюминийдің меншікті жылу сыйымдылығы 920-ны көбейтеміз. Алюминийдің массасы ол 0,2 килограмм. Оны көбейтеміз және де 100 азайтылған 20-ға. Сонда бізде қанша шығады? 920-ны мен 0,2-ге көбейтіп, және де 80-ге көбейтетін болсам, ол сендерде 14720 джоуль деген вариантты алады екен біз. Немесе былай да жасақ болады, 14,172 килоджоуль деп жасақ болады. Бұл екеуі де жалпылама дұрыс жауап болып табылады. Келесі сұрақ. Бу алу үшін жылу мөлшері. Яғни қанда суды уже 100 градусқа дейін қайнаттық, және де оны бу алу үшін бізде Q3 жылу мөлшеріміз R көбейтілген M бу. Сонда біздің меншікті булану жылуы 2,3 көбейтілген 10-6 дәрежесін көбейтеміз. 1 килограмм су буын алу үшін деп тұр ғой. Сонда бірге көбейтеміз. Яғни қанда 2,3 көбейтілген 10-6 дәрежесі джоуль бола салады екен. Енді D нұсқасында бізден сұрап тұр, егер сіз энергия шығынын ескермесеңіз, плитканың жұмыс уақыты. Яғни қанда оның қуаты жалпы A бөлінген T деп алатын болсақ, бізде мына бір жұмысымыз, ол сенде барлық затты қыздыруға кеткен жылу мөлшері. Яғни ол алюминийді қыздыруға кеткен, ол суды қыздыруға кеткен, және де суды буландыруға кеткен жылу мөлшерінің қосындысы. Сол себепті біз осы жерден T уақытты есептейтін болсақ, біз Q1 қосылған Q2 қосылған Q3 бөлінген қуат десек қалай қарайсыздар? Яғни қанда біз мына жақтан алып келіп жасатын болсақ, 672.000 қосамыз, оған тағы да 14.720 қосылған тағы да мына бір 2,3 көбейтілген оның 6 дәрежесі. Енді оны былай жазатын болсақ, миллионға көбейтіп жіберуіміз қажет болады. Миллионға көбейтетін болсаңыздар 2,3 миллион
Сонда осының барлығын біз бөлеміз, қуатымыз 1800 ваттқа. Енді Т уақытты анықтайтын болсақ, осы жерден жалпы барлығын қосайықшы, 672.000-ды қосамыз 14720-ға, бөлеміз 1800-ге. Осы жерде 1660 секунд, немесе оны енді минутқа айналдыратын болсақ, ол жерде 27-де 65 минут. Енді оны сағатқа айналдыратын болсақ, хотя бы ол сағат бойынша бізде 0,46 сағат деген жауапты бере салады екен. Келесі сұрақ. Суретте резистордың кедергісі R1 және 3 Ом, R2 2 Ом екендігі көрсетілген. Енді сұрап тұр, егер вольтметрдің көрсеткіші, яғни мына бір вольтметрдің көрсеткіші 12 вольт болатын болса, I1 тоқты есептеңіз дейді. I1 тоқ дегеніміз ол мына бір өткізгіштің бойынан өтетін тоқ қой, мына бір өткізгіштің бойынан өтетін, оңға қарай өтетін I1 тоқ. Енді оны есептейтін болсақ, I1 сендерде тең болады U1 бөлінген R1 десем. Сонда 12-ні мен бөлемін, R1-дің кедергісі ол 3 Ом ғой, сонда 3-ке бөлетін болсам ол 4 ампер деген жауапты беріп тұр екен. Енді жігіттер, бұл нұсқасында амперметрдің көрсеткішін сұрап тұр екен. Бізде қандай да бір өткізгіштерді тізбектей жалғайтын болсақ, олардың екеуінен де өтетін тоқ күштері, жалпы былай қарай ағып өтетін тоқ күштері, ол константа болады. Яғни қанда барлық нүктесінде бірдей. Сол себепті мына бір амперметрден де ол жаңағы 4 ампер тоқ өтеді ғой. Сол себепті амперметрдің көрсеткіші ол сендерде 4 ампер деп белгілейді екенсіңдер. Келесі сұрақ. Тізбектің жалпы кедергісін анықтаңыз дейді. Енді біз бұл резисторлар тізбекте қосылып тұрған себепті R жалпы тең бола салады R1 қосылған R2. Сонда біз 3-ке 2-ні қосатын болсақ, ол сендерде 5 Ом деген жауап бола салады деген сөз. Келесі сұрақ. Тізбектің ұштарындағы кернеуді есептеңіз. Яғни қында жалпы кернеулерді есептеңіздер деп тұр ғой. Сонда жалпы тізбектің ұштарындағы кернеуіміз ол U1 қосылған U2 бола салады екен. Сонда I1 көбейтілген R1 қосылған. Енді екеуінен де бірдей тоқ өтеді дедім, сол себепті I1 көбейтілген R2 дей салатын болсам. Сонда бізде I1 R1 қосылған R2 дей салсақ, жақша сыртына шығарып. Яғни 4-ті көбейтемін мен 5-ке, ол сендерде 20 вольт деген жауап бола салады екен. Келесі сұрақ. Келесі сұрақ бізде химиялық элементтер мен бөлшектердің изотоптарының атомдық массалары көрсетілген. Енді оларды бізде анықтау қажет шамалар бізде төменде көрсетілген. Сонда біз енді атомдық массасы біріктірілгендегі 6-да 3 литий атом ядросының массалар ақауын есептеңіздер дейді. Енді массалар ақауын есептейтін болсақ, ол сендерде жалпы нейтрондар санын көбейтеміз масса нейтронға, қосамыз протондар санын көбейтіп масса протонға, және де осыдан азайта саламыз масса ядроны. Енді бұл жерде бізге көмекке келетін нәрсе ол біздің жалпы нейтрондар мен протондардың массасы. Енді бізде нейтронның саны бұл жерде 3, 3-ті көбейтеміз 1,00866-ға, қосамыз 3-ті көбейтеміз біз 1,00728-ге. Және де азайта саламыз мына жерде атом массалары, яғни 6,05,512. Сонда бізде қанша шығады? Есептей салатын болсақ, 3 көбейтілген 1,00866-ны бұл жерде сендерде 3,02,598. Қосылған енді мынаны есептейтін болсақ, 3-ті көбейтеміз 1,00728-ге. Ол сендерде 3,02,184 шығады. Сонда екеуін қосатын болсақ бізде 0,25,98. Азайта саламыз мына бір ядроның массасын. Ол сендерде 6,01,512. Сонда бізде шығып тұрғаны масса ақауы бұл жерде сендерде 0,0327 массалық атом бірлігі бола салады екен. Бұл сендерде дұрыс жауап. Келесі сұрақ. Литий ядросының бізде байланыс энергиясынан таңыздар дейді. Енді байланыс энергиясы ол сендерде байланыс ол дельта М'ді жаңағы біздің ақауды көбейтеміз С квадратқа. Енді
Ол сендерде 0,0327 шықты. Көбейтеміз оны с квадрат дегендеріміз енді энергия, яғни мега электрон вольт ретінде жазатын болсақ, ол сендерде 931-де 5 деген сөз. Енді осы екеуін көбейтетін болсақ, 931-де 5-ке, ол сендерде 30,46 мега электрон вольт шыға салады екен. Енді келесі сұрақ біздің осы литийдің меншікті байланыс энергиясын. Яғни меншікті байланыс энергиясы дегеніміз ол сендерде осы бір байланыс энергиясын нуклондар санына бөлеміз. Яғни 30,46-ны бөлетін болсақ, литийдің нуклондар саны ол сендерде жай ғана атомдық массасы, яғни 6. 6-ға бөлетін болсақ, 30-46-ны бөлеміз 6-ға. Ол сендерде 5,7 мега электрон вольтты нуклонға қатынасы екен. Осы бізде соңғы жауап болып тұр. Енді осымен жігіттер қыздар, біздің бүгінгі экзаменнің физикасын талдау аяқталды. Келесі бөлімдерді көргілеріңіз келсе, каналға тіркел.